Сәлем достар, сіздермен бірге мен Тоғжан, және бүгінгі 21 қараша, және бүгін мен туған күнім, мен 16-ға толдым. Бірақ бүгінгі видео туған күн жайлы емес. Осыдан 3 жыл бұрын, даже почти 4 жыл бұрын, мен өзіме болашаққа хат жазған болатынмын. Міне ол хат. Және мында жазып тұр. 21-11-2022 жылға дейін ашпау деп жазып тұр. Яғни бүгін сол 21 қараша 2022 жылдың сол себепті осы хатты ашатын кез келді. Мен біраз есімде бар, мұнда немене бар екені бұл хатта. Бірақ маған бәрібірде қызықты көрген 3 жылдан кейін, почти 4 жылдан кейін. Және де қазір ашып көретін боламын. Вот, ашып жатырмын. Так, аштым. Және де бірінші бізде осындай фото. Бұл фото мен Түркістанда болғанда сол жасаған болатынмын. Міне, көрініп тұр ма? Не келесі, да тағы бір фото. Мынандай фото, міне мен және бауырым. Мында енді не хаттың өзі. Кстати, мен еще осындай вот карточка істе қойыппын. Мында мен сүйікті блогерларым және де музыка. Так, давайте мен сүйікті блогерларымды көрейік. Блогерлар дейді мне, көрлеріңізге болады. Анастасис, Диля на Луне, Fancy Something и Тельняшка дейді. Анастасис бұл қазірде менің сүйікті блогерлерім бірі. Диля на Луне тоже. Және Fancy Something тоже қазір көрем бұл блогерді. А вот Тельняшка, білмеймін, бұл блогерді қазір мен көрмеймін. Мына музыкалар есіңде бар ма дейді. Вот. Каска плакала дейді. Детство дейді. Запах женщины моей. In my mind. И время и стекло. Бұл өлеңдер есімде бар. Ну, бұл же қазір өте бұрынғы өлеңдер. Қазір мен тыңдамаймын оларды. Және де міне хаттың өзі. Мен, наверное, өзім бірінші оқып көрем, сосын сіздерге, может быть, оқып көрем кейбір жерлерін. Дәмс. Дәмс. Давайте теперь оқып көрейін сіздерге бұл хатты. Да. Сәлем болашақтағы Тоғжан. Қалың қалай? Қалым нормаль. Сенде бәрі жақсы деген ойдамын. Ну, білмеймін даже. Мен сенің есіңде бармын ба? Дегенмен қаншама уақыт өтті. Мен сол ялшақ, өзіне сенімсіз тыныш қызбын. Және мен болашақта қандай болатымды білмеймін де, тіпті елестете де алмаймын. Мен мінезім қандай болады? Кешір, 3 жыл бұрынғы Тоғжан. Бірақ сен мінезім мүлде өзгерген жоқ да. Мен әлі де өзіме сенімсізбін, ұялшақпын. Короче, бұл өте не очень... Өте вообще ноль өзгерістеуге болады, вообще ештеңе өзгермеген сияқты, как будто бы бұл өте жаман. Және де маған бірдеңе істеу керек. Ну, білмеймін. Надеюсь, болашақтағы Тоғжан нормальный болады деген ойдамын. Менің түрім қандай болады? Как будто прям кардинально бірдеңке өзгеретіндей. Ну вот, түрім в принципе мынандай болады. Хотя бұл видеоны шыл бұрынғы Тоғжан көре алмайды уже. Но
ладно. Менде қандай да бір өзгерістер бола ма? Типа, мен шашымды бояймын или не знаю. Хотя, кстати, мен шашымды қидым. Хотя мен шашым өте ұзын болатын. Вот. Осындай өзгеріс. Әттең осы сұрақтардың жауабын қазірақ білгенде ғой. Сен өзіңе толықтай сенімдісің бе? Сен батылсың ба? Сен сабақты жақсы оқисың ба? Ал сен ютубта видео түсіресің бе? Түсіріп жатырмын видео сіздерге, хотя өте жиі емес. Мен қазір видео түсірерімді білмей тұрмын. Бұл маған шынымен де керек пе? Тіпті видео түсірмесең де бұл сенің таңдауың. Үйдегілердің қалы қалай? Нормально, в принципе. Отбасыма болашақта қатты алаңдаймын дейді. Жағдайымыз қалай болар? Ал туысқандардың қалы қалай дейді. В принципе, бәрі нормально. Жарайды, бәрі жақсы деген ойдамын. Көршілер қалай? Зачем? Кейбір көршілер, конечно, көшіп кетті. Тоже нормально, в принципе. Мен көп сұрақ қойып кеткен шығармын. Даже өте лишний сұрақтар. Просто сен қазір білетін нәрселер маған өте қызық дейді. Дегенмен сенде бәрі жақсы болуын тілеймін және үміттенемін. Мен саған сенемін. Сау бол. Көп рахмет, бұрынғы Тоғжан. Маған сенгеніне. Бірақ мен сені үмітіңді ақтаған жоқпын, кешірім сұраймын. 31.01.2010 жыл. В принципе, өте қызықты. Осындай кішігірім хат болған болатын. Сіздерге бұл видео ұнады деген ойдамын. Менде видеоны аяғына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Ендеше келесі кездескенше сау болыңыздар.